Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын мужской каприз салатының жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязды маринадтаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап турап ыдысымызға салып аламыз. Пияз салынған ыдысқа тұзды саламыз. Қантты саламыз. Оның үстіне уксусты құямыз. Келесі кезекте қайнап тұрған ыстық суды құйып араластырамыз. Бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Келесі жасайтынымыз піскен етті ұсақтап тураймыз. Жұмыртқа мен ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Енді жаңғақты да ұсақтап аламыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Маринадталған пияздың суын төк тастаймыз. Ендігі кезекте салатымызды жинаймыз. Кальцоның диаметрін 20-ға қойдым. Ең алдымен ыдысқа туралған еттің жартысын саламыз. Тегістейміз. Еттің үстіне пияздың жартысын саламыз. Қасықтың көмегімен пиязды жайып шығамыз. Сонан соң 2 ас қасық майонезді салып, жақсылап жағып шығамыз. Енді жұмыртқаның жартысын салып, тегістеп шығамыз. Оның үстіне ірімшіктің жартысын саламыз. Біздің салатымыз шашылып кетпес үшін қасықтың көмегімен үстін басын қыраймыз. Келесі кезекте ірімшіктің үстіне жаңғақтың жартысын саламыз. 2 ас қасық майонезді салып, жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Қайтадан барлығын қайталап шығамыз. Етті саламыз, оның үстіне пиязды саламыз. Майонезді салып, жағып шығамыз. Жұмыртқа мен ірімшікті салып, басын қырап, жайып шығамыз. Келесі майонезді жағамыз. Салатымыз дайын болып қалды. Ең үстіне жаңғақты саламыз. Салатты шашып алмай, ақырындап кальцоны аламыз. Мінекей достар, салатымыз дайын. Өте дәмді әрі оңай жасалатын салат. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.